ертегі атап өтемін атыңды әнде мендегі жете алмай келем ескеуге мені жас екен топырағыңды түсімде жатқан сендегі есімде жазған кештерім. Менің атым Дәулетхан Гүлназ. Мен Шағала ауылының орта білім беру мектебіненмін. Мен табиғатты жүрегімен сезім номинациясына қатысып жатырмын. Мен жұмысым тақырыбы табиғаттың кереметтері. Бұл жерде көріп тұрғаныңыздай, мен үшін табиғатта не керемет екенін көруге болады. Біріншісі ол күннің батысы және күннің таң атқаны мен үшін ол өте сұлу және де ең керемет заттардың біреуі болып саналады. Мен өзім солай санаймын. Себебі әрбір күн батысымен және шығуы ол өзінше барлығы әртүрлі ерекше болады. Келесі ол ағаштың тастардың үстінде өсуі. Бурабайда көп жерлерде оны көруге болады. Мен кішкентай кезімнен соны байқағам. Бұл табиғаттың кереметі деп санаймын, себебі бұл нағыз ғажайып тастардың үстінде өсімдік өскені. Келесі ол жай ғана судың шайылғаны. Су ол керемет шуылдағаны, жай ғана аққаны, ол мен үшін де нағыз ғажап нәрсе, себебі біз су деген ол негізі барлық адамдар санайды, оған судың аққанына мәңгі қарай беруге болады. Және де судың өзі нағыз керемет, және мен өзім дәл үйімнің артында Шағала ауылының өзені бар, соның шулағаны маған өте қатты ұнайды, және де оны ағып тұрғанда мен өте көп сағаттар бойы қарай аламын. Мен бұл жұмысты гипс арқылы жасағам. Бұл боялған гипс арқылы ДВП-ға жасалынған. Бұл жұмысты мен 2 күнде жасаған болатынмын. Жұмыс істегенде мен өте әсерлі болды. Ең біріншіде мен бұл техниканы бірінші рет көрдім өзім үшін. Гипспен жұмыс жасау өте қиын, бірақ мен бірінші жұмысқа өте жақсы деп санаймын. Жұмыс барысында мен гипсті сумен араластыру және масляный краска оған қосып, осындай әртүрлі цветтер арқылы осы жұмысты жасағам.